Достар, бұл өнер арнасы. Арнаға жазылыңыз, пікір білдіріңіз, белсенді болыңыз. Біз бүгін атақты P. Голливуд жұлдызы жайлы айтамыз. P. Голливуд шоу-бизнесін ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған продюсер еді. Шын есімі Шон Бокс, әнші, автор, рэпер, кәсіпкер, продюсер. Әншілігінен гөрі продюсерлігімен танымал болды. Ол 1966 жылғы әкесі есірткі саудасымен айналысқан мафиозник, ал оның анасы модель болған. Соңғы бірнеше онжылдықта Шон Бокс Голливудтың ең танымал жұлдыздарымен жұмыс жасаған. Шон жиі мақтанады: 12 жасымнан жыныстық қатынаспен айналыстым, қатарластарым менен қорқатын, ақша жинайтынмын, концерт ұйымдастыратынмын деп. Студент болып жүргенде қайырымдылық концерттерінде, сосын вечерлерді ұйымдастыру мен аты шыққан. Студент досы Шон бәрін бір уақытта бақылауда ұстай алатын қасиетке ие деп айтатын. Ол жаңа жұлдыздар шығарам деп Bad Boy Records деген орталық ашады. Атының өзінде мән бар. Осы жерден бастап үлкен жұлдыздармен бірге Голливудтың тағдырын шеше бастайды. Сахнада кім жүреді, кім жүрмейді, тіпті өмірді кім сүреді, кім сүрмейді деген билік алады өзіне, яғни. Ол орталықтан Бигги деген әнші шығады. Көп ұзамай кісі қолынан қайтыс болады. Сол сияқты Тупак деген рэпер де соның жолын қуады. Яғни Тупактың да Биггиден өліміне P.ді өлтіруі бар деген күмән бар. Тупак мықты ақын болғанмен рэптермен әлемді өзгертуге үлесін қосқысы келген, бірақ қыршын кеткен. Дидидің оққағарлары олардың өліміне P.ді кінәлі деп айыптайды. P.дің өзі ән айтқан. 1997 жылы шығарған альбомы ең көп сатылым Грэмми алады. Осы кезде Jay-Z сияқты мықтылармен танысады. Хип-хоп пен рэп өнерін жаңа деңгейге шығара алмай, P.дің қолында талай адамның қаны бар. Ашер 14 жасында P.ге келеді. Олар бірге тұрады. Ашер осы кездегі өмірін жабайы өмір деп айтады. Бірақ Ашерді жұлдыз қылады, үлкен сахнаға жол ашады. Ал қалай жолын ашты, ол Ашер үшін жұмбақ болып қалады. Джастин Бибер осы Ашердің жолын қайталайды. Джастин де P.дің үйінде өмір сүрген. Дидидің не істегенін елестету қиын. Бибердің балалық шағын психикасын сындырған, яғни есірткіге үйреткен.